Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Бүгін осындай әдемі болып шығатын сірне тағамын дайындайтын боламыз. Қонақ келгенде міндетті түрде жасап, ұсынып көріңіздер. Өте ерекше тағамдардың бірі. Бізге керек заттардың барлығын төменге қалдырамын. Ең алдымен етімізді тұздап дайындаймыз. Бізге керек қой етін, жас малдың етін пайдалансаңыздар өте дәмді болып шығады. Қонаққа жасайтын болып жатсаңыз, міндетті түрде еттеріңізді ірі қылып тураңыздар. Тұз, қара бұрыш, кішкене ғана қызыл бұрыш салып, барлығын жақсылап араластырып, осылай қойып қоямыз. Қазанымызға қойдың құйрық майын жіңішке етіп турап, осылай астына барлығын салып шығамыз. Менде қойдың майы болмай тұр, сол себепті осылай үйдегі бар майды пайдаланып жатырмын. Енді осының үстіне тұздалған, тұзы сіңіп тұрған етімізді салып шығамыз. Оттың астын ашып, 10 минутқа қалдырамыз. Мінекей етіміз әдемі болып, осылай қуырыла бастайды. Енді осының үстіне пиязымызды салып, бір араластырып, оттың астын басып, баяу 1,5 сағат бұқтырып, етті пісіреміз. Суы әдемі болып шығып, өз суына піседі. Етіміз дайын болғанша картоп пісіреміз. Ашылған картоп пен сәбіздің үстіне тұз, қара бұрыш, паприка және сұйық май құйып, жақсылап барлығын араластырып, пешке пісіретін боламын. Сіз дәл сол қайнап жатқан еттің үстіне салып, қазанға да пісірсеңіз де болады. Бірақ мен бөлек пісіремін. Осылай әдемі болып шығар. Барлығын дайындап қойғаннан кейін пешке саласыздар. Енді картоп піскенше Гүл ханым дайындаймыз. Гүл ханымның қамырын дайындаймыз. Яғни бір дана жұмыртқамыздың үстіне тұз бен суды құйып, жақсылап араластырып, ұнды салып, қамыр елейміз. Өте жұмсақ, өте қатты қылмай, орташа қылып қамыр елейміз. Барлығын жақсылап біріктіріп, қамырымызды бастырып, 20 минутқа тындырып қоямыз. Гүл ханымның салмасын дайындаймыз. Ол өз қалауыңыз бойынша. Мен тартылған еттің үстіне туралған пияз бен картопты салып, тұз бен қара бұрыш салып, жақсылап араластырып қойдым. Сіз ет пайдаланбай, тек сәбіз, картопты пайдалансаңыз да болады. Осылай дайындап қойғаннан кейін, тынып тұрған қамырымызды бөліп, жақсылап жайып аламыз. Мантының, еттің қамыры секілді жұқа қылып жайып аламыз қамырымызды. Негізі Гүл ханым жасау аса бір қатты бір қиын емес, өте оңай, қарапайым, барлық қыз келіншектер біледі деп ойлаймын. Ең бастысы қамырыңыз өте әдемі болып иленіп, жұқа қылып жайылса болды. Осы қамырымызды жайып болғаннан кейін үстіне сұйық майды жағып, бір тегіс қылып жағып аламыз. Және де бірнеше бөлшектерге бөліп, дайындап аламыз. Қонақ шақырған кезде де дәл осы рецепті жасап ұсынсаңыздар болады. Өте керемет болып шығады, және де дастарханыңызды әдемі қылып ашып тұрады. Мінекей дәл өстіп бөліп алдым, және де ортасына салмасын салып шығасыздар. Мен барлығына бірдей қылып осылай салып шықтым салмасын. Не қамырды бір-бірінің үстіне осылай жабасыздар, және де жеңіл орап шығамыз. Соңғы бұрышын қамырдың шетіне бастырып, ашылып кетпейтіндей етіп жабыстырамыз. Өте қарапайым және оп-оңай. Шет-шеттерін осылай ашамыз, піскенде әдемі болып тұру үшін. Және ұзын қамырларыңыз болса, қақ ортасынан бөліп, осылай кіші Гүл ханым жасасаңыздар болады. Барлығын осылай біз мантабаркеге буға пісіреміз, бөлек пісіреміз, дәл жаңа пісіріп жатқан қазанға да пісірсеңіздер болады. Үстін міндетті түрде майлаймыз.
жұмыртқа қосқасын қамыр қатты болмай ма деп сұрап жатқан кісілер болса, осылай үстін майлап қоямыз, және де қамырдың ішіне май құйылады, сол себепті қамыр қатты болмайды. Мен гүлханымды осылай буға пісіріп аламын. Бөлек дәл сол қазанның үстіне салып пісіруге де негізі болады. Мінекей біздің картоптарымыз да өте әдемі болып қызарып пісіп шықты. Енді дәл осыны қазанға бір салып аламыз. Етті өзінің суына әдемі қылып бұқтырып пісіріп алдым. Картоптарымызды салатын болғаннан кейін үстіне бір кеседей су құйдым. Негізі су құймасаңыздар да болады. Мінекей біздің гүлханымыз да пісіп жатыр. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Өте әдемі болып шыққан. Осылай дара-дара алып, әдемілеп дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Өте керемет, міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Ас көк пен көк жуаны пайдаланып, жаңағы тамағыңыздың бетін әсемдесеңіз де әдемі болады. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Тамақ өте дәмді болып шыққан. Қазір бұл көптеген кафелердің ас мәзірінде бар тағамдардың бірі. Ас болсын.